Сәлем достар, біз бүгін асқазан қыжылы туралы айтатын боламыз. Асқазан қыжылы көкірек тұсынан бастап өңешке дейін созылатын кеуде тұсындағы жайсыздық. Медицинада мұны асқазан сөлі қышқылының артуы дейді. Асқазан қыжылын пайда қылатын тағамдар ащы, қуырылған тағамдар, майлы еттер, сондай-ақ жаңадан піскен кондитер өнімдерін шамадан тыс пайдалану және көп мөлшерде алкоголь, шай, кофе ішсеңіз асқазан қыжылы пайда болады. Тамақтан кейін сұйықтықты жиі және көп мөлшерде пайдалансаңыз қыжыл пайда болуы мүмкін. Сондықтан тамақтан соң су ішпегеніңіз абзал. Асқазан қыжылын болдырмау үшін майлы және қуырылған тағамдарды тұтынуды азайтқан жөн. Шай, кофе, алкоголь өнімін аз мөлшерде пайдаланыңыз. Асқазан қыжылын болдырмау үшін сұйықтықты тамақтанғаннан кейін 2-3 сағаттан кейін 20-30 минут аралықта 2-3 жұтымнан ішкеніңіз абзал. Тамақ ішіп болғаннан соң лезде жатуға болмайды. Асқазанда қыжыл пайда болуы мүмкін. Қыжыл болдырмау үшін асқазандағы тамақты қорытуымыз керек. Ол үшін тік отыру керек, немесе таза ауада серуендеген абзал. Ауру белгісі кеудеде қыжыл және асқазанда спазматикалық ауырсыну пайда болады. Асқазан қыжылын басу үшін көп адам бірінші нан-соданы қолданады. Нан-сода қолданғанда ауруды баспайды. Керісінше, асқазанда ауырлық сезімін тудырады. Сондықтан нан-соданы пайдаланбағаныңыз абзал. Нан-соданың орнына тұз пайдаланғаныңыз абзал. Аузыңызға аздап тұз салыңыз, шамамен 1 граммдай. Сонымен бірге сілекейіңізді жұтыңыз. Тұз асқазандағы қышқылдықты тез жояды. Асқазан қыжылын басудың екінші әдісі орташа мөлшердегі картопты ашып, кішкене кесектерге кесіңіз де бір-бірден баяу шайнаңыз. Және жаңадан дайындалған картоп шырынын кішкене жұтыммен ішсеңіз, жеңілдік одан да тез. Асқазан қыжылын азайту үшін диетаға жаңа піскен қиярды қосыңыз. Және піскен сәбізден жаңа дайындалған шырынды күніне 1 рет аш қарында ішкеніңіз абзал. Сонда асқазандағы қыжыл болмайды. Асқазан қыжылы ауру емес, асқазан ауруларының дамуының белгілері. Сондықтан мүмкіндігінше тезірек дәрігерге тексерілгеніңіз абзал. Келесіде қандай ауру туралы білгілеріңіз келеді? Соны комментарияға жаза кетіңіздер. Менің каналыма тіркеліңіздер. Ауырмаңыздар.